Атом электр станциясын салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб еліміздің мұнайлы астанасы Атырауға келді. Алдымен Атырау энерго кешенінің Атырау жылу электр ұжымымен кездесті. Онда штаб мүшелері өңірдегі энергетикалық дағдарыс мәселесін талқылады. Халықтық штаб мүшелері атап өткендей, жуырда еліміздің батыс өңірлерін бірыңғай энергия жүйесіне қосу жұмысы басталады. Бұл атом электр станциясы энергиясын пайдалануды қамтамасыз етіп, өңірдің шетелдік жеткізушілерге тәуелділігін жояды, дейді мәжіліс депутаты Аманат партиясы фракциясының мүшесі Дүйсенбай Тұрғанов. Жылу электр орталығының ұжым алдында депутаттар Дүйсенбай Тұрғанов, Айдос Сарым және Ринат Зайытов сөз сөйлеп, атом электр станциясы әлемдік тренд әрі ел алдында тұрған бүгінгі сын-қатерге жауап екенін айтты. 2050 жылға қарай жаһандық атом энергетикасының көлемі 3 есе өседі. Мәжілісмендер барша отандастарымыздың алдағы референдумға қатысуы өз еліміздің болашағын өзіміз айқындау мүмкіндігі ретінде маңызына ерекше назар аударды. Кездесу одан әрі ғалымдармен, сарапшылар қауымдастығымен, өндірушілермен, мұнайгаз және химия өнеркәсібінің өкілдерімен кездесу өтті. Атом электр станциясы құрылысын салу жөніндегі аймақтық халықтық штаб өкілдері Атырау энерго кешенінің Атырау жарық акционерлік қоғамының еңбек ұжымымен кездесті. Кездесу барысында Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, көміртегі бейтараптығына жету жолдары және АЭС құрылысының артықшылықтары туралы сөз қозғады. Штаб мүшелері атом электр станциясының көміртегі шығындарын азайтуға, жаңа жұмыс орындарын құруға және аймақтық инфрақұрылымды дамытуға қалай ықпал ететінін атап өтті. Жаз келіп, үйлерде салқындатқыш жүйелер қосылған кезде электр энергиясына тапшылық туындайтыны белгілі. Сол кезде өңір энергетиктері қуатты көршілес мемлекеттен алуға мәжбүр болып отыр. Атом электр станциясы салынған жағдайда ең алдымен осынау проблема шешімін таппақ. Бұл туралы облыстық қоғамдық саяси Атырау газеті редакциясының бастамасымен Атырау энерго кешенінің Атырау жарық акционерлік қоғамы басында өткен дөңгелек үстел барысында айтылды. Қоғамда қызу талқыға түскен мәселе қозғалған дөңгелек үстелге Халил Досманбетов атындағы Атырау университеті қаржы және есеп кафедрасының қауымдастырылған профессоры Гүлнар Сүлейменова, Атырау энерго кешені ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұхамбетқали Қалиев, Атырау жарық акционерлік қоғамының президенті Мейірбек Құбашев, Халил Досманбетов атындағы Атырау университеті физика және техникалық пәндер кафедрасының оқытушысы магистр Абдурахман Бақтигереев қатысты. Атырау қаласында қысқы жылыту маусымына дайындық жұмыстары белсенді жүргізіліп жатыр. Бекітілген жоспарға сәйкес Атырау энерго кешенінің Атырау жылу жүйелері акционерлік қоғамының арнайы мамандары жылу құбырларын қаптау жұмыстарын жүргізуде. Бұл жұмыстардың барлығы инвест бағдарлама аясында жүзеге асып отыр, деді Атырау жылу жүйелері акционерлік қоғамының жөндеу бойынша вице-президенті Жұмахмет Гелемесов. Бүгінгі күні Атырау жылу жүйесі күрделі жөндеу жоспары бойынша 100%-ға жоспарланған жұмыстардың бәрі бітірді. Енді қазіргі уақытта мына инвестициялық бағдарлама бойынша 2023 жылы басталған тетікті қысып, мына 2020-ға дейінгі судағы барлығы 3850 метр құрбан ауыстырып шықтық. Диаметрі 700 мм. Соңында жаз бойы эпизод біткеннен бері қарай біз жасап жатырмыз. Енді биылғы жылы кішкене бастап кезде қиындықтар болды. Тасуға байланысты жер асты суға кедергі беріп, бізге апор құюға соның қиындықтар болып, сол кезінде кішкене кешегде болсақ, дегенмен сол ойдағыдай бәрін бірінші қазанға жылу қалаға түгел беруге, толықтай беруге дайынбыз.